Сәлематсыздар ма, каналыма хош келдіңіз. Мен бүгін ассорти компот жауып көрсетемін. Өте тамаша компот, қыздар. Менімен бірге болыңдар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдын ала жүзімді, алманы, сливаларымызды барлығын жуып, жемістерімізді дайындап аламыз. Банкымызды тазалап жуып аламыз. Қақпағымызбен жуылған банкыларымызды стерилдейтін боламыз. Мен осылай отқа қоямын. Барлығын дайындап аламыз банкымызды алдын ала. Енді жемістерімізді турайтынын турап дайындаймыз. Менің алмам үлкен болғандықтан осылай кусоктап турап шықтым, қыздар. Егер алмаларыңыз майда болса, жемістеріңіз солай салсаңыздар болады. Менің каналыма өтсеңдер, өте тамаша компоттың рецептерінің түрі бар. Кіріп қарасаңдар болады, қыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің дамуыма үлестеріңді қосып кетіңіздер. Міне алмамыздың барлығын турап алдық. Енді банкыларға қалауыңызша бөлшектеп салып шығасыңыз. Мен әр банкіге шамамен 10-12 штуктан салып шықтым. Міне дәл осылай. Енді жүзімімізді саламыз. Жүзімімізді осылай салсаңыз да болады. Сабағынан ажыратып салсаңыз да болады. Мен сабағымен салған әдем болып тұрғандықтан сабағымен салдым. Жемістерді банкіге толтырып салсаңыз болады, қыздар. Дәл осылай барлығын салып аламыз. Компот болғасын суын көп ішетін болғандықтан мен жемісті жартылай салдым. Каналыма өтсеңіз, толық салынған компоттар да бар. Енді қантын саламыз, қыздар. Әр банкіге 6 ас қасық. Егер 1 литрлыққа жауатын болсаңыздар, 3 ас қасық жарайды. Егер 2 литрлық мен сияқты осындай банкіге жапсаңыз, 6 ас қасық саласыңыз. 3 литрлық банкіге 9 ас қасық қант саламыз, қыздар. Қатты тәтті де болмайды, қышқылда болмайды, өте тамаша болып шығады. Мен жылда осылай қасықпен мөлшерлеп саламын. Міне қантымызды да салдық. Алдын ала су қайнатып қоямыз. Мен суды қойып қойғанмын, қыздар. Енді суын құямыз. Суымыз қайнап тұр. Міне дәл осылай суларын құйып шығамыз. Осы жүзіміміздің түсі өте тамаша шығады. Мен жылда осы жүзімнен басып алам компотты. Өте тамаша түс береді. Қыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пайдалы ақпараттардың барлығын каналға өтіп қарасаңыздар болады. Керек қыстық тұздалған помидор, қиярлардың, компоттардың, свежий салаттардың түсін барлығын жасап, түрлі қысқы дайындық нелерінің бәрін жасап, каналыма видеосын жүктеп қойдым, қыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне суымыздың бәрін құйып болды. Енді ең осы компоттың жақсылап тыңдайтын кезіңіз 20 минут осы компотты суын құйып болып, жаппай тұрып қайнатып аласыңыз. Сонда банкымыз атылмайды, түсі де бұзылып кетпейді, дәмі де өзгермейді. Осы қалпында тұрады. Міне осылай 20 минутқа әр қойған банкыңызды қайнатып алыңыз. Мен дәл осылай
қойып қайнатып алдым 20 минут. 20 минут қайнаған банкымызды алып, қақпағын қатыратын боламыз. Міне, қақпағын қатырдық. Енді қантын ертіп жіберіңіз, қыздар. Домалатып, осылай қантын ертіп қоямыз. Осылай 20 минут қайнатқан банкымызды бетін жауып, ораудың қажеті жоқ. Ол дәмі де бұзылмайды, өзгермейді де, өз қалпын сақтап қалады, қыздар. Қандай жеміс салсаңыз да, осылай 20 минутқа қайнатып алсаңыз, ешқашан банка атылмайды. Соңғы банкымызды да жаптық. Ассорти компотымыз әдемі болып шықты. Маған тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңізді қосып кеттіңіздер. Виноградтың түсі де, сливаның түсі де әдемі болып шықты. Компотымыз тамаша болды, қыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.